7 маусым күні облыстық мәслихат төрағасы Мурат Мукаевтың төрағалығымен Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Тілепберген Каюпов және облыстық мәслихат депутаттары жұмыс сапарымен Бөрлі ауданына келді. Депутат Асқар Мерғалиев, Анвар Агаев, Тұрарбек Тілемисов, Мерболат Құрманғалиев, Валерий Крыловпен бірге жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы Айдар Минеев, қалалық мәслихат депутаты Жанна Кенжіні қатысты. Келген депутаттар ең алдымен облыстық маңызы бар Ақсай-Федоровка тасжолының жөндеу жұмыстары тоқтап қалған учаскесінде болды. Маршруттың осы бөлігінде мердігер компания директоры Жанна Кенжіні қордаланған мәселелермен жұмыс барысымен таныстырды. Әңгіме барысында мердігер компания жұмысты жалғастырып, жыл соңына дейін аяқтайтыны туралы шешім қабылдады. Әрі қарай Достық ауылының маңында орналасқан Ақсай-Жымпиты тас жолына аттанды. Осы жерде Ақсай бизнес-строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Анвар Агаев түйткілді мәселелерге тоқталды. Әңгіме барысында депутаттар көтерілген мәселелерді шешу жолдарын қарастыруды ұйғарды. Кездесу аудандық әкімдікте жалғасын тауып, Батыс Қазақстан облысы мәслихатының тұрақты комиссиясының отырысы өтті. Мұнда облыстық және аудандық мәслихат депутаттары өздері аралаған нысандардың аяқталмаған жұмыстарының мәселелерін талқылады. Жиында аудандық мәслихаттың төрағасы Қайрат Ермекбаев пен облыстық және аудандық мәслихат депутаттары Анвар Агаев, Серік Дүйсенов, Алексей Еничев өз ұсыныстарын айтты. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың үлкен саяси өзгерістер аясында атқарылып жатырған жұмыстарға куәміз. Оның ішінде мінекей депутаттық корпуста жалпы облыстық мәслихаттың көшпелі комиссиясын отырысын осы Бөрлі ауданынан басталғалы отырмыз. Бұл біріншіден тәжірибе алмасу мақсатында, және екінші мәселе бұл жергілікті осы жердегі Бөрлі ауданының, соның ішінде Ақсай қаласының ең өзекті мәселелерін талқылау үшін біз бас қосып отырмыз. Жалпы бұл жұмысты біз ары қарай жалғасын табатын болады. Облыстық мәслихатта бізде 4 комиссия болса, сол бүгін мына көшпелі комиссияның жұмысын, бұл инновациялық даму және кәсіпкерлік мәселелер бойынша комиссиясының құрамында 6 облыстық мәслихат депутаты келіп қатысып отыр. Осы жерде ең өзекті деген Бөрлі ауданына тән мәселелер бұл жол мәселесі. Әрине, біріншіден Федоровка Ақсай тас жолы бітпей қалған, сонымен қатар Ақсай-Жымпиты тас жолы, сосын республикалық маңызы бар Подсчетный елек тас жолының жұмыстарымен барысымен танысу, және сол жердегі атқарып жатырған жұмыстардың барысымен проблемалық мәселелерін шешу мақсатында бас қосып жиналып отырмыз. Енді жалпы 19 сәуірде ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үкіметтің кеңейтілген жиналысына осы жердегі мәслихат төрағаларын шақырған болатын Астанада. Сол жерде де көптеген мәселелер талқыланды. Әрине, қазіргі депутаттық корпустың ең басты мақсаты бұл халықтың әл-ауқатын жақсарту және өмір сапасын арттыру болып табылады. Сол себепте бұндай көшпелі комиссияның отырыстары жалпы проблемалық мәселелерді талқылау, оны шешу жолдарын осылай біз көшпелі комиссияларда ұсынып, ары қарай да елмен бірге, яғни аудандық мәслихат депутаттарымен бірге тығыз қарым-қатынаста боламыз деген ойдамын. Отырыстан соң депутаттар ДСК приоритет қалашығына барып, Подстепное Теректі Ресей Федерациясы тас жолының 108-144 шақырымында болды. Қатысушылар тарапынан туындаған сұрақтарға мердігер ұйымның басшысы жауап берді. Аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов өз ризашылығын білдіріп, облыстық мәслихат комиссиясы назарға алған сұрақтар уақытында шешімін табады деген сенімін білдірді. Облыстық мәслихат төрағасы Мурат Мукаев өз сөзінде аталған сұрақтар оң шешімін табатынын атап өтті. Анаргүл Көшербаева, Майя Мирова, Азамат Бабугажиев, Қарашығанақ телеарнасы.